Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздерге қамыры өте дәмді шығатын ұйғыр самсаның жасалу жолымен бөлісемін. Арнамнан алыстамаңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнның үстіне салқындатылған сары майды салып, ұнға орната отырып, үккіштен өткізіп, құмды масса дайындаймыз. Құмды массамыз дайын, үстіне 1 шай қасық тұз қосамыз. Бөлек ыдысымызда жұмыртқа мен қаймағымызды біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Біріккен массамызды песочный массаның үстіне құйып, қолымызбен жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды июі қанғанша бетін жауып қалдырамыз. Қамырымызды 3-ке бөліп, әр қайсысын жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Жұп-жұқа етіп жайып алған қамырымыздың бетіне бөлме температурасындағы сары майды біркелкі етіп жағып шығамыз. Сары майды топленый маймен де алмастыруға болады. Ол маймен де жағып шықсаңыздар, өте дәмді шығады. Майымызды жақсылап жағып алғаннан соң, рулет қылып орап, холодильникке 1 түнге жібереміз. Қалған қамырларды да дәл осылай жайып, май жағып шығамыз. Бізде песочно-слоеное тесто дайын болды. Енді самсаларымызды түйуге кірісеміз. Қамырларымызды таразының көмегімен 30-35 граммнан өлшеп, бірдей бөліп аламыз. Ұйғыр самсаға осы грамм өте идеальны болады. Қатты үлкен де емес, қатты кішкентай да болмайды, орташа болып шығады. Қамырымызбен барынша жылдам жұмыс жасауға тырысамыз. Өйткені бөлме температурасында құрамындағы май еріп, қамырымыз жұмсарып, түйуге ыңғайсыз болады. Әдемі түйілмейді. Ұнға орната отырып, қамырды жайып, самсаны түйіп шығамыз. Начинкасына кез келген начинканы қолдансаңыздар болады. Ешқандай да қатып қалған қағида жоқ. Өздеріңізге ұнайтын кез келген салманы сала берсеңіздер болады. Етті майдалап, турап, пиязбен араластырып салсаңыздар болады. Немесе тауық етін, асқабақ, картоп қосуға да болады. Менде бүгін асқабақ пен сиыр етінен араластырып начинка жасадым. Видеода мұқият қарап, осылай ұйғыр самсаның түйу әдісін көрсеңіздер болады. Осылай барлық самсамызды түйіп, табамызға қойып шығамыз. Пешімізді алдын ала 170-180 градуста қыздырып қоямыз. Самсамызды дәл осылай түйіп, морозильникте қатырып 3 айға дейін сақтауға болады. Кез келген уақытта қызып тұрған пешке салып, пісіріп алсаңыздар болады. Өздеріңізге ыңғайлы болу үшін осылай алдын ала дайындап қойсаңыздар да болады. Салмасын салмайда қамырдың құр өзінде сақтауға болады. Дайын болған түйілген самсаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысы мен сливкиді араластырып жағып шығамыз. Сливкиді сүтпен де алмастыруға болады.
Сол кезде самсаларымыз қып-қызыл әп-әдемі болып пісіп шығады. Жұмыртқамызды жағып шыққаннан соң қара күнжутты ортасына үйіп себеміз, ақ күнжуттарды екі шетіне сеуіп шығамыз. Самсаларымызды одан әрі әдемі болып піседі. Қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аласыздар. Самсамыз өзі де қамыры да керемет шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерден кері байланыс коммент бөлімінде күтетін боламын. Міндетті түрде пікір қалдырып кетіңіздер. Арнамды жоғалтып алмас үшін тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Жанар Бегалықызы. Ас болсын.